Менің қадірлі қауым, құрметті Олжас Омарұлы, менің ойымда бүгін екі міндет тұр. Біреуі Түрксой Жазушылар Одағының сөзін айту, екіншісі сонау Америкадан сізге өзіңіздің қаламдас ініңіз Мұхтар Мағауин жолдаған хатты оқып беру. Оқитын ұлтты қайта көтеру халықаралық конференциясының Олжас Сүлейменовтің атына дейді. Бүгінгі күн үшін аса қажетті халықаралық ұланғайыр конференцияның жұмысына рухани нәтижелі жұмыс тілеймін. Игілікті істің мен үшін тағы бір мәнісі Олжас ағамның екі дүркін ауыр қасіреттен оңалып бүкіл түрік қауымының қоғамдық өміріне қайтадан белсене араласуы. Мен үшін Олжас Сүлейменов студент кезімде оқыған алғашқы Қыпшақ жырларынан бастап қазақ халқының ғажайып ұлы ақыны ретінде ардақталып келеді. Олжастың қазақ әдебиеті мен мәдениетін көтеру жолында атқарған жекелей қызметі өз алдына осы саладағы ұлттық қайраткерлерді қолдау және мүмкіндігінше жағдай жасауы жалпы жұртқа белгілі. Өз тарапымнан мен де дархан тұлғаның шарапатын көп көрдім және қашанда ризашылық алғысым шексіз. Биылғы 2024 жылы Алматыда 26 томдық толық жинағым жарыққа шығып, кітап дүкендеріне түсті. Осы топтаманың ішінде Олжас ағам туралы бұрнада жазылған арнайы мақала және соңғы 10 жыл орайында әр тараптан айтылған қаншама лебізім бар. Олжас Сүлейменов тек мен үшін ғана емес, бергісі бүкіл қазақ халқы үшін, тұтастай алғанда түрік әлемі үшін, бүкіл дүние үшін ұлы ақын, қайтпас қайраткер болып қала бермек. Қазір аз-маз сырқаттанып, түбегейлі ем-дом алып жүрмін, сондықтан жүдеу бет-жүзімді алға тартпай, бар сәлемімді жазба түрде жолдап отырмын. Барлығыңызда аман сау болыңыздар. Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар Мағауин, Сильвер Спринг, Мэриленд, ақш дейді. Америка құрама штаттары деген сөз. Қадірлі қауым, мәдениет, енді өз сөзімді айтайын. Мәдениет деген сан қырлы, сан сырлы өте терең ұғым. Ал білім мәдениетін меңгеріп, кітап оқу мәдениетіне қаныққан адам өмір мен тұрмыстың шетсіз шексіз мұхитында балықша жүзетіні анық. Тұтас ұлт туралы да осылай айтуға болады. Оқымаса білім жоқ, ал білімсіз қоғамда болашақ жоқ екенін білмейтін адам жоқ. Бірақ оқу мен білімнің болашағы туралы ойлап, жаны қиналып жүрген адамдар көп пе? Біз оны жете біле қоймаймыз. Бұл күнде әлем бойынша ұлы мәртебелі кітапты гаджеттер, компьютерлер мен әлеуметтік желілер мүйіздеп, қар күрегендей ығыстырып, ұлт тілдері цифр тіліне айналып келе жатқан заманда оқырман деген сөз архаизмге айналама деген қауіп сеземін. Ондай жағдайда кітапханалар кітап музейлеріне немесе интернет орталықтарына айналып кетуі де мүмкін. Қазақ жаман айтпай жақсы жоқ дегендей, ондайдың бетін ары қылсын. Міне осы тұрғыдан келгенде бүгінгі халықаралық жиналыстың маңызы аса зор. Осы дәуірдегі оқырманның орнын анықтауға, оның беделін көтеруге бағытталған бұл келелі басқосудың орны ерекше. Өнер туындысы атылған оқты тоқтата алмайды, бірақ оқ атушы адамды тоқтата алады деген Себастьян Кербердің сөзі бар. Біз әлемде болып жатқан қантөгістерді, олардың зардаптарын көріп отырмыз және сабақ ала отырып қатаң айыптаймыз. Адамзат баласына жасалып жатқан қылмыстар мәңгі ұмытылмайды. Ал адамгершілік идеяларымен сусындаған оқырман қатыгездікке, қаншерлікке беттемейтіні белгілі. Осы тұрғыдан келгенде де заманымыздың ұлы қайраткер ақыны Олжас Сүлейменов бастаған Семей Невада антиядролық қозғалысының о бастан белсенді мүшесі, әрі әдебиеттегі ізбасар інісі ретінде мен бүгінгі конференцияның мән мағынасын терең сезінемін. Және осы пайдалы, бағалы басқосудың жемісті де табысты болуына тілектеспін. Кітап жасасын, оқырмандар жасасын, Олжас ағамыз жасасын. Құрметпен